Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Сіздердің назарларыңызға үй жағдайындағы экспериментті қашықтан оқыту барысында қалай ұйымдастыруға болатындығы жөнінде бейнероликтерді тамашалауға шақырамыз. Адам ағзасына ең бірінші қажетті нәрсе ас. Астың құрамында бізге қажетті нәрі, өз көмірсу майлар болады. Мына біздің күнделікті пайдаланатын картошты үкізден өткізіп, үстіне біз су құямыз. Су құйып, араластырамыз, жақсылап араластырамыз. Алынған ерітіндіні біз екінші ыдысқа құйып аламыз. Сөйтемізде оның үстіне йодтың спирттегі ерітіндісін тамызамыз. Йодтың мына судағы ерітіндісі қоңыр түсті, қараңдар. Ал енді мына ыдысқа йодты тамызамыз. Қандай түс пайда болды? Мұны қозғаймыз. Қозғап едік. Көк түс пайда болды. Бұл катодтың құрамында крахмал бар екенін көрсетеді. Енді дәл сондай екінші ыдысында су құямыз да, мына күнделікті нан істейтін ұнымыз. Ұнымыздан алып, азғантай мөлшерде қосып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін, мұның үстіне де мына йод ерітіндісінен тамызамыз. Йод ерітіндісін тамызған кезде, бұл да жаңа картоптың ерітіндісінде пайда болған көк түс сияқты, бұл жерде де көк түс пайда болады. Демек, ұнның құрамында да крахмал бар деген сөз. Мына өзіміздің тұтынатынымыз грек жаңғағы. Грек жаңғағын алдық, тазартып, сөйтемізде мынау майлыққа салып, оны қасықпен езгілейміз. Қасықпен езгіледік. Міне, не пайда болды? Дақ пайда болды. Бұл пайда болған майдың дақтары. Демек, грек жаңғағының құрамында май болады. Бүгін біз үй жағдайында химиялық тәжірибе жасайтын боламыз. Сол үшін бізге калий перманганаты, яғни калий марганец 4 және глицерин керек болады. Сол үшін табақша аламыз дағыны. Біз одан кішкене біз марганцовканы тамызға салып алдық, енді оған глицеринді тамызамыз. Үйде пипетка болса, сол жарайды. Процесс істеп жатыр. Прежде всего мы надеваем перчатки, берем 2 стакана и наливаем туда колу. После мы берем отбеливатель, наливаем немножко отбеливателя, и мы видим прямо на глазах, кола превратился в зеленоватый цвет. Сонымен қатар балалар, оттегі газы біздің тыныс алуымыздан бөлек жану процесінде де өте күшті рөл атқаратыны белгілі. Оттек бар жерде жану бар, ал егер ауа болмаған жерде жану да жоқ. Мына ыдысқа жаңа сендер теледидардағы тәжірибені көрген боларсыңдар. Енді соны өзіміз үй жағдайында жасап көрейік. Мына ыдысқа су құямыз аз мөлшерде және оның үстіне шам қоямыз. Егер біз шамды жақпастан бұрын оның үстіне бос ыдысты төңкеретін болсақ, онда бұл ыдыстың ішіне ешқандай су кірмейді, оның ішінде тек қана ауа болады. Енді осы ыдысты алып, шамды жағамыз. Шамды жағып алдық. Енді осыған жаңағы ыдысты төңкереміз, бос ыдысты. Мінекей, балалар, шам әлі өшкен жоқ. Енді өшті. Ыдыстың іші, байқасаңдар, кішкене буланды. Яғни су бөлінді. Және ыдыстың ішіне ыдыстың сыртындағы сулар кірді.